Сәлем достар, сіздермен бірге Арука. Бүгінгі видеода мен сіздермен бірге пирожки жасайтын боламын. Алдымен маған қажетті заттар май, дрожь, картошка және де ұн. Алдымен қамыр жасап аламыз. Достар, алдымен маған қамырын жасау үшін майды, дрожьды және де бір ас қасық тұзды ұнға қосып бәрін араластырамыз. Достар, мен араластырып алдым. Менде осындай қамыр шықты. Ендігі кезекте бұны ашытып қоямыз. Достар, мен аштығым ашып болды. Ендігі кезекте ысып пирожки жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Достар, мен барлығын осылайша етіп шықтым. Ендігі кезекте илейтін боламыз және де пирожки жасайтын боламыз. Достар, және де картопты жігіттен өткізетін боламыз. Достар, мен бүкіл картоптарын жұртын өткізіп болдым. Ендігі кезекте бұрыш қосатын боламыз. Достар, осындай мөлшерде қамырға салатын боламыз. Қамырға картошканы өз қалауыңыз бойынша салуға болады. Достар, қамырды осылай орауға болады. Достар, мен барлығын осылайша істеп шықтым. Менің пирожким дайын болды. Достар, менде осындай өте дәмді және томпақ пирожки шықты.